Сәлем, бүгін біз отырып тұру жаттығуына тоқталамыз. Күн сайын отырып тұру, скват, жаттығуын орындау денеде бірнеше жағымды өзгерістерге әкелуі мүмкін, әсіресе егер жаттығуды дұрыс техникамен және жүйелі түрде жасасаңыз. Міне басты өзгерістер. Төзімділіктің артуы. Күнделікті орындау бұлшықеттердің төзімділігін арттырып, ұзақ уақыт бойы физикалық белсенділікті оңай орындауға мүмкіндік береді. Метаболизмнің жақсаруы. Скват үлкен бұлшықет топтарын іске қосатын күрделі жаттығу. Үлкен бұлшықет топтары жұмыс істеген кезде энергия көбірек жұмсалады. Бұл метаболизмді жеделдетіп, артық майдан құтылуға көмектеседі. Қаңқа мен буындардың саулығы. Скват буындардың иілгіштігін, мобильділігін жақсартады және сүйек массасын нығайтуға көмектеседі. Бұл әсіресе жас ұлғайған сайын остеопороздың алдын алу үшін маңызды. Тепе-теңдік пен үйлесімділік. Отырып тұру жаттығуы тепе-теңдікті жақсартады. Өйткені жаттығуды орындау кезінде дененің әр бөлігі дұрыс жұмыс істеуі керек. Бұлшықеттердің күшеюі. Аяқ бұлшықеттері, алдыңғы және артқы сан бұлшықеттері, квадрицепс пен хамстринг, балтырлар нығаяды. Іш бұлшықеттері. Скватты орындау кезінде іш бұлшықеттері де тұрақтылық үшін жұмыс істейді. Жамбас пен бөксе. Бұл жаттығу бөксе бұлшықеттерін күшейтудің ең тиімді әдістерінің бірі. Жүрек қан тамырлары жүйесіне пайдасы. Көп рет қайталасаңыз, мысалы 30-50 рет, жүрек соғуы мен қан айналымы артады. Бұл жүрек қан тамырлары жүйесін нығайтады. Тән сымбатының жақсаруы. Күнделікті отырып тұру бөксе мен жамбас бұлшықеттерін нығайтып, денеңіздің сымбатын жақсартады. Өзін-өзі бақылау және тәртіп. Жаттығуды күн сайын жасау әдеті психологиялық тұрғыдан өзін-өзі бақылауды жақсартуға және тәртіптілікке үйретеді. Қауіпсіздік шаралары. Жаттығуды дұрыс техникамен орындау маңызды, әйтпесе бел немесе тізе жарақаты болуы мүмкін. Егер салмақпен гантель, штанга жасасаңыз, біртіндеп қосыңыз. Денеңізді тыңдап, артық жүктемеден аулақ болыңыз. Егер күніне 20-30 минут уақытыңызды отырып тұру жаттығуына бөлсеңіз, шамамен 2-4 аптада алғашқы нәтижелерді байқайсыз. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Бізбен бірге жаттығыңыз. Пікір қалдырып, өз нәтижелеріңізбен бөлісіңіз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз.